Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі 5-ші дәрісіміздің тақырыбы педагогика ғылымының дамуының оқу пәнінің мазмұнында бейнеленуі. Бүгінгі дәрістің барысында ғылыми педагогиканың теориялық жетістіктері, оқу пәні мазмұнына әсер ететін педагогикалық идеялар, әсер еткен идеялар, заманауи педагогиканың бағыттары мен оқу мазмұнында қалай көрініс табатындығы жайлы және педагогика пәнін жаңғырту қажеттілігі, жалпы білім беру мазмұнын жаңарту жолдары, қазіргі қазақстандық педагогиканың ерекшеліктері жайлы айтылады. Жалпы педагогика ғылымның шығу тарихы өткендегі дәрістерден де айтқан болатынбыз. Ертедегі Грекиядан бастау алатын, яғни педагогиканы жетелейтін педагог қызметінің пайда болуынан бастау алатындығын айтқанбыз. Бұл кезекте біз тәрбие менен білім беру философиясының бірқатар ойларымен тығыз байланысты болатындығына тоқталдық. Педагогика бірте-бірте жеке ғылым саласы ретінде қалыптасып, 12-ші ғасырда білім беру тәжірибесін жүйелеуге ұмтылды. Енді дамудың негіздері ретінде Франсис Бэконның, Яномос Каменскийдің, Жан-Жак Руссоның, тағы да осы сияқты ойшылдардың еңбектері педагогиканың теориялық негіздерін қалап, оның әрі қарай дамуына жол ашқан. Яғни теориялық жетістіктер мен идеяларын мысалы айтатын болсақ, Яномос Каменский, яғни табиғи сәйкестік қағидасын, Жан-Жак Руссо болатын болса, еркін тәрбиені, Ушинскийді айтатын болсақ, халықтық тәрбиені, Макаренконы айтатын болсақ, ұжымда тәрбиелеу, Сухомлинскийдің жүрекпен тәрбиелеу жайлы идеяларын оқу пәнінің мазмұнына терең енгендігін байқаймыз. Педагогиканың негізгі зерттеу пәндері жеке тұлғаның даму процесі, адамның жас ерекшеліктеріне сәйкес физиологиялық, психологиялық, әлеуметтік даму заңдылықтарын зерттеу, білім беру жүйесі, яғни оқыту менен тәрбиелеудің мазмұнын, әдістерін, ұйымдастыру формаларын, сонымен қатар педагогикалық іс-әрекеттің тиімділігін зерделеу, оқушылардың ұжымын қалыптастыру, оқу тәрбие үдерісінде ұжымдық өзара әрекеттесудің рөлі мен маңызын, сондай-ақ педагогикалық процестің тұтастығын қамтамасыз ету. Педагогика ғылымның тармақтары мен салалары, яғни жалпы педагогика, мектеп педагогикасы, коррекциялық педагогика, әлеуметтік педагогика, кәсіби техникалық педагогика, білім беру, жаңағы қазіргі таңда басқару педагогикасы, мектеп тану сияқты бағыттар дамып келе жатыр. Педагогика пәнінің оқу мазмұнына енгені, яғни тәрбие мен оқытудың теориялық негіздері, заманауи педагогикалық бірқатар парадигмалар мен оқытудың тиімді стратегиялары. Педагогикалық психология, ол оқу процесіндегі психологиялық аспектілерді, білім алушылардың когнитивті дамуын зерттеу. Дидактика мен әдістемелік тәсілдер, яғни оқытудың жаңа формасы, негізгі формасы, сабақ берудің әртүрлі формалары, бағалау жүйелері және оқыту материалдарын тиімді жеткізу жолдары. Жаңартылған оқу бағдарламалары, яғни қазіргі таңда білім беру стандарттарына сәйкес дайындалған инновациялық әдістерді қамтитын бағдарламаларды айтатын боламыз. Қазақстандағы педагогика пәнінің жалпы ерекшеліктері көп тілді білім беру, әлеуметтік педагог, педагогикалық тактик, яғни қазіргі таңда қоғамның дамуына сай біз жаңағы мектепте әлеуметтік қолдау, білім алушыларды әлеуметтік бейімдеу және қорғау мәселелері актуалды мәселе болып тұр. Мұғалімнің оқушылармен өзара қарым-қатынас мәдениеті, оқу процесіне жаңа бір
ықпал етуі, яғни көп тілді білім берудің интеграциясы және оның педагогикаға әсері. Педагогика ғылымның дамуындағы маңызды негізгі жаңа айтып өткен болатынбыз. Жан-Жак Руссоның еңбегі, яғни табиғи тәрбие идеясын ұсынды, иә? Яғни еркін тәрбие дедік. Баланың жеке қажеттіліктеріне назар аударуды насихаттаған болатын. Ал Яномус Каменский ұлы дидактика еңбегінде өзінің үлкен педагогиканың негізін қалап, барлық нәрсені үйрету принципін ұстанған болатын. Яғни табиғи сәйкестік қағидасын деп айтсақ қателеспейміз. Макаренко ұжымдық тәрбие идеясын, тәрбиенің теориясын дамытып, еңбек арқылы тәрбиелеудің маңызын көрсетіп кеткен. Педагогика пәнінің оқу бағдарламасындағы заманауи бағыттар. Психологиялық педагогикалық қолдау, жас ерекшеліктеріне сай оқыту әдістері, инклюзивті білім беру. Яғни оқушылардың психологиялық денсаулығы мен эмоционалдық тұрақтылығын қамтамасыз ету, даму ерекшеліктерін ескеру, ол бізде психологиялық педагогикалық қолдау. Әр жас ерекшелігіне байланысты, әр жас тобына қабылдау қабілеті әртүрлі, иә? Осыған орай біздің жаңағы алдымыздағы білім алушыларымыз, оқушыларымыз танымдық ерекшеліктеріне сәйкес оқыту стратегияларын қолдану. Инклюзивті білім беруге келетін болсақ, ерекше қажеттіліктері бар, ерекше балалардың жалпы білім беру процесіне толық интеграциялау және оларға арналған бағдарламаларды жасау. Педагогика пәнінің оқу бағдарламасындағы қазіргі біздің заманауи бағыттарымыз. Педагогика пәнін оқытудың мақсаттары мен міндеттері, яғни меңгерту, даярлау, қалыптастыру. Осы орайда біз тұлғаның дамуы мен тәрбиеленуінің теориялық және практикалық аспектілерін терең меңгертеміз. Студенттерді кәсіби педагогикалық қызметке, яғни оның ішінде оқыту мен тәрбиелеуге баса назар аударамыз. Оқыту мен тәрбиелеудің тиімді әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастырып, оларды шығармашылықпен дамыту. Енді ғылым мен оқу пәнінің байланысы. Ғылымдағы теориялық идеялар ол оқу пәніне ендіріліп, мазмұны, құрылымы, әдіснама, оқыту технологияларына әсер етеді. Оқу пәні педагогика ғылымында даму бағыттарын студенттерге бейімдеп жеткізеді. Пәннің мазмұнын жаңарту қажеттілігі. Бүгінгі таңда педагогика пәнінің мазмұны тек теориямен шектелмеу керек, яғни ол өмірмен байланысу керек. Яғни теорияны біз практикада ұштастырамыз, пайдаланамыз. Практикалық бағыттылығы құндылық мазмұнымен толыққан болуы тиіс. Қазақстандық қазіргі таңдағы педагогиканың мазмұнындағы орны Ыбырай Алтынсариннің, Ахмет Байтұрсыновтың, мысалы Мағжан Жұмабаев ұлтымыздың зиялыларының, ұлт педагогтарының жалпы идеялары біздің ұлттық құндылығымызды сақтай отырып, салт дәстүрімізді негізіндегі берілетін тәрбие. Яғни бұл элементтер оқу пәнінің мазмұнына бізде еніп, ұлттық педагогикалық мазмұнды байытатыны анық. Қазіргі кезде ғылыми білімнің бізде басты тармақтарының бірлігін нығайту, жалпы қоғамдық дамудың қажеттілігінен күн тәртібіне қойылып отырған проблемалардың негізгі сипаты десек қателеспейміз. Яғни ғылыми білімнің бүкіл эволюциясы бойына ғылым дифференциация және интеграция процестерінің бірлігінде дамып отырды, дамиды да. Бұл процестердің арқасында әр жаңағы ғылым дамуының әртүрлі кезеңдерінде жаңағы өзгеріске ұшырап отырады. Яғни қоғамдық өндірістік практикамен
техниканың және дүниетанымның дамуымен, діни және идеологиялық институттар мен сол сияқты ең басты ғылымның өзінің дамуының ішкі логикасымен, өзара қатынасымен айқындалады. Интеграция мен дифференциация ол бізде білімнің тиімділігін арттырудың әртүрлі әдістері болып табылады. Яғни педагогиканың жалпы білім беру жүйесіндегі бағанада біз, жоғарыда да біз, өткенде де біз айтып отырмыз, дәрісімізде жүрегі ал тұлға дамуының кепілі дейді. Яғни бұл сала бізде қоғамның дамуы үшін ең маңызды рөл атқарады. Өйткені ол бізде өскелең ұрпақтың саналы азамат болып қалыптасуына негізін қалайды. Ал енді Қазақстандағы білім беру реформалары педагогика мазмұнын жаңғыртуға және халықаралық стандарттарға сәйкестендіруге бағытталған. Бұл бізде білім беру реформалары. Ал қоғамның рухани және интеллектуалдық дамуының негізін қалаушылар, елдің жарқын болашағын құрушылар, бұл бізде болашақ педагогтар. Яғни бұл біздегі, дәлірек айтатын болсақ, сіздер. Иә?